Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі аңсар дүниетанымдық бағдарламасының қонағы Нұрбарак Египет Ислам мәдениет университетінің оқытушысы, психолог, базалық психологиялық курстың негізін қалаушы Дуанаева Шұғыла Ерубайқызы. Шұғыла ханым, эфирімізге қош келдіңіз. Қош келдік. Сізге алғашқы сұрағымыз, бізде әйел жамағатымен жұмыс кезінде аруларымыздың көбінесе сұрайтыны бала тәрбиесінің мәселесі. Өйткені бала болашағымыз, бала келешектің тәрбиесі. Ал осы келешектің тәрбиесімен қай кезеңнен бастап айналысқан дұрыс, қай жастан бастаған дұрыс? Сұрағыңыз өте түсінікті және анық, рахмет. Бұл сұрақ қай заманда да самый актуальный, ең актуальный сұрақтардың бірі. Себебі біздің балалық кездегі кезең, бұл балалық кезең, яғни бұл болашақтағы біздің тұлғалық қалыптасуымыздың негізгі бір бөлігі. Сол жағынан алған кезде психологиялық тұрғыдан айтайын, енді ислам тұрғысынан эксперт емеспін. Психологиялық тұрғыдан бала ішке жатырға, әйелдің жатырына пайда болғаннан бастап, бала бүкіл анасымен психологиялық, эмоционалды байланыста болады. Демек, анасының көңіл күйі, анасының балаға деген қарым-қатынасы, анасының қалай айтса болады, тіпті ауырғандығы, көңіл күйі бүкілі ол балаға әсер етеді. Демек, тәрбие психологиялық тұрғыдан да міндетті түрде жатырдан басталады. Алайда бала туылғаннан кейін біз жаңағы ана екенімізді сезініп, әкелер әке екенін сезініп жатады. Ешқашан кеш емес, яғни мысалға кейбір кездер болуы мүмкін, бұл баланы мен күтпедім, немесе бұл балаға көп көңіл бөлінбей қалды жатырда жатқан кезде. Және қазір мен бастасам не болады, кеш емес па? Тіпті осындай сұрақтар да келеді қыздардан, аналардан. Мен балам 5-6-ға келіп қалды, кеш емес пе? Жоқ, кеш емес. Неге? Себебі балалардың психикасы, балалардың нейропсихологиялық жағынан ми деңгейі өте иілгіш болады. Балаға анасы қарым-қатынасты қай күннен бастап дұрыстай бастаса, баланың қалай айтсақ болады, психологиялық деңгейдегі өзін-өзі ұстауы, өмірге деген көзқарасы, ата-анасына деген қарым-қатынасы сол кезден бастап дұрыс жолға түсе бастайды. Демек, біз ешқашан бала тәрбиесін мына кезден бастасаң болады, мына кезден бастасаң болмайды деп айтпаймыз. Әрине, лажы болса, ерте бастағаны абзалырақ. Бәрекелді, құнды ақпарат. Келесі сұрағымыз, бала ата-ананың айнасы дейміз. Осы әр отбасының өзіндік тәрбиелеу әдісі бар. Енді осы тәрбиелеу әдісіне қарап, отбасыларды бір психологияда шартты түрде бөлуге бола ма? Бөлсе, ол қандай топтар? Жақсы, сұрағыңыз өте орынды. Қараңыз, енді мынандай мәселе бар. Жалпы сұрақ қойған кезде де өзіңіз сол нәрсені ашып айттыңыз. Балалар анасынан, әкесінен қарап, жаңағыдай әрекет моделін сіңіреді. Көп жағдайда біз балаларға сөз арқылы айтамыз, бірақ іс арқылы көрсете бермейміз. Мәселе осы жерде. Балалардың психикасының ерекшелігі сонда, жаңағыдай именно сөз арқылы жеткен ақпаратты емес, күнделікті көретін ақпаратты тезірек қабылдайды, және ол сондай фундаменталды тұрғыда баланың психикасына, баланың бейсаналық деңгейіне ол орнығады, бекітіледі. Сол жағынан алған кезде бұл өзі бөлек бір мәселе, яғни ата-ана балаға әрекет моделі болу керек. Психологияда модель поведения дейді. Ол қандай адам қоғамда болу керек, ол өмірге деген көзқарасы қандай болу керек, ол қарым-қатынасты қалай құру керек, ол өзімен өзінің қарым-қатынасы қалай болу керек, оның барлығын ата-анасынан алады. Ал сұрақтың екінші бөлігіне өтетін болсақ, дұрыс тәрбие беру стилі қандай? Ағылшын өте танымал психологы бар, Джон Готман деген. Джон Готман бұл эмоциялық интеллект жаңағы сферасындағы эксперт. Бұл эксперттің айтуы бойынша ата-аналар 4 түрлі жаңағыдай тәрбие стилін қолданады екен. Так, мен енді орысша оққаным, сондықтан кішкене қазақша аударып алайын. Біріншісі эмоцияны қабылдамау. Яғни балалар қандай эмоция көрсетсе де, ол нәрсеге мән бермеу. Жігіт деген жыламайды, ақылды қыз деген айғайламайды, тағы не? Жалпы эмоцияның қандай түрінде баладан қабылдамау? Шектеулер қою. Шектеу қою. Екінші,
баланы отвергающий, итеру, баланың эмоциясына кері реакция көрсету. Мысалға бала белгілі бір эмоция көрсетіп тұрған болса, оған керісінше реакция көрсетіп, тоже баланың деңгейіне түсіп айғайлап, баланың деңгейіне түсіп истерика жасайтын ата-аналарды көзіміз көріп жүр. Бұл үшіншісі ең дұрыс жаңағы стиль, бұл эмоциялық интеллектті дамыту стилі. Бұл жерде қандай схема бойынша жұмыс жасайды? Бала белгілі бір эмоцияны көрсетеді, ата-анадан мынандай хабарлама бару керек. Сенің қандай эмоцияңда дұрыс, алайда мынау эмоцияны былай қолдануға болады. Яғни, енді мысалмен көрсетейік. Мысалға, балалар айтуы мүмкін, менімен ешкім ойнамайды, жылап келеді. Обычно бірінші, екінші стильдағылар, ойнамасаң ойнама, басымды ауыртпа, демек сен өзің ойнауға қызық емес баласын деген сияқты. Баланың ішіндегі туып тұрған эмоциясын кінәлайды. То есть балада мынандай схема жүреді ол жерде. Оказывается, мен мынау эмоцияны сезінбеу керекпін. То есть менің эмоцияларым бұл дұрыс емес. Баланың психикасы солай жұмыс жасайды. Егер менің эмоцияларым, менің әрекетім дұрыс емес болса, мен де дұрыс емеспін. Значит, со мной что-то не то. Мен дұрыс емес баламын деген сияқты жаңағыдай схема кетеді. Сөйтетте балаларда жаңағы самооценканың төмендігі, қоғамға кірісе алмау деген нәрсенің барлығы сол балалық шақтан басталады. Ал енді дұрыс тәрбие беру стилінде, мысалға менімен ешкім ойнамайды, эмоцияны толығымен қабылдайды ата-ана. Сенімен ешкім ойнамайды ма? Бала, менімен ешкім ойнамайды. Ешкім ойнамаған кезде саған, видимо, көңілсіз боласың сен. Или сенмен ешкім ойнамаса, сен өзіңді жалғыз сезінесің. То есть баланың сол эмоцияда болуына рұқсат беру, және сол эмоцияны талқылау, және сол эмоциядан шығарып алу бер қарай. Бұл қарап тұрсаңыз, негізінде кәдімгідей целая наука. Ғылым. Джон Готман сол модельді бізге көрсеткен. Эмоциялық интеллект. Вот именно осы модельді қолданатын жаңағы ата-аналардың балалары болашақта өздерінің эмоцияларымен өздері өздерінің эмоцияларын өздері ретке келтіре алатын, өздерін стресс ситуациядан шығара алатын, конфликтілерді шеше алатын, былайша айтқанда енді біздің қазір қоғамдағы прокачанный тұлғалар болады. То есть ол фундаментальный, өте маңызды және тәрбие арқылы келетін нәрсе. Бұл нәрсені бала еш жерден алмайды, тек қана өзінің ата-анасынан алады. Жақсы, түсінікті, рахмет. Ал қалай ойлайсыз, біздің қазақ қоғамда осы топтардан қайсысы басым? Окей. Біздің қазақ қоғамында көп жағдайда баланың эмоциясын қабылдамау. Осы басымырақ. Неге олай? Сұраққа тереңдеп жауап бергім келіп тұр. Себебі ол эмоциямен не істеу керек екендігін ата-аналар білмейді. Не из-за того, что сен дұрыс емессің, не из-за того, что балаға көңіл бөлгісі келмейді емес, олай айта алмаймын. Жаңағы пробел именно осындай эмоция болса, мен не істеймін? Яғни өздерде оны көрмеген. Вот, өте дұрыс айтасыз. Ата-ана да ол модельді дұрыс көрмеген, және ол эмоциямен баланың осындай қылықтары кезінде не істеймін дегенге уже жаңағы не дейміз, черная пятна дейміз ғой, бір бос аралық қалыптасады. Уже ата-аналарда так, стоп, лучше жаба салайық. Там жылама, аузыңды жап, ойнап кел, тағы сол сияқты. Яғни ішіндегі тұрған эмоциямен мүлдем қызықпайды және ол нәрсені ашпайды да. Сол эмоцияны бала жұтады да кетеді. Бұны ата-ананың қорқынышы деп есептесек болады, Бұны ата-ананың психологиялық ақпарат деңгейінің төмендігі деп есептесек болады. Түсінікті, рахмет. Тағы мынандай сұрақ, баланы тәрбиелеу мақсатында негізі жазалап жатады, қағып та жібереді ата-аналар. Ал осы жазалаудың деңгейі қандай болу керек? Мысалы, еркелетіп алмас үшін, немесе тым қатты кетпес үшін, жалпы жазалау өзі дұрыс па? Қазіргі таңда жалпы психологтардың арасында, әсіресе бала психологтардың арасында шетелдік әріптестеріміз болсын, ресейлік әріптестеріміз болсын, осы қазақстандық әріптестеріміз болсын, жазалау деген нәрсені бала тәрбиесінде мүлдем қолданбау керек деген нәрсені айтады. Неге? Түсіндірейін. Енді
мүмкін сізде де ондай ой туып тұрған шығар, жалпы қоғамда да ондай ой туады. Егер баланы жазаламаса, онда қалай тәрбиелеу керек? Жазаланбаған бала ол не дейміз, бетімен кетеді ғой. Ол қазірден сондай болса, ертең ол менің мойныма отырып алады. Тағы сол сияқты әртүрлі фантазияларды өзіміз жасап аламыз да, сол фантазиямыздан қорқа бастаймыз. Вот бала мына жерде тұр, а біз фантазиядан қорқа бастаймыз. Енді бұл жерде мынандай мәселе бар. Жазалауға мүлдем болмайды. Неге? Жазалаудан қарағанда балаға дұрыс, мысалы баланы қай кезде де жазалаймыз біз? Бала дұрыс емес әрекет көрсеткен кезде жазалаймыз. Тағы да психологиялық ақпараттың төмендігінен. Бала дұрыс емес әрекетті не үшін көрсетеді? Обычно жаңағыдай психологияны білмейтін ата-аналар бала дұрыс емес қылықты көрсетеді, сыртқы бөлігі деп айтайық, мысалы қабығы, пияздың, жуаның сыртқы қабығы, сыртқы қабықпен әлек. Ол осы дұрыс емес әрекетті алып тастағысы келеді. Ал шындығына келген кезде бұл дұрыс емес әрекеттің қалыптасуына себеп болған бірнеше қабат бар. Егер сол бірнеше қабатпен ата-ана жұмыс жасамайтын болса, мынау сыртқы қабатты каждый раз сіз жаңа жазалау арқылы алып тастағаныңызбен баланың мінез құлқы өзгермейді. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, ал жазаламасақ не істейміз? Өте дұрыс сұрақ. Жазаламасақ біз балаға дұрыс әрекет альтернативасын көрсетеміз. То есть, мысалы енді сондай банальный мысал көрсетейік. Мысалға бала мысықты алып төмпештеп жатыр, құйрығымен ойнап жатыр, тағы сол сияқты. Бала мысықпен ойнап отыр. Бұл процесс сыртқы мысалға қарайтын болсақ, бала мысықты қинап жатыр. Біз солай қабылдаймыз. Ал баланың қабылдауында ол мысықпен ойнап отыр. Ол оны қинадым деп отқан жоқ. Енді біз балаға сол жерде түсіндіруіміз қажет. Бала, мынау жасап жатқан дүние сенің дұрыс емес. Алайда бұлай жасауға болады деп әрекет технологиясын көрсету керекпіз. Вот не то, что құйрығын жұлқылау керек. Мысықты сипаласа да мысықпен ойнаған. Ол да мысыққа ұнайды. То есть баланың психикасында, қалай айтсақ болады, сондай әрекет көрсету спектрі өте тар болады. Себебі олар өмір сүрген жоқ қой, біз сияқты 30 жыл, 25 жыл. Олардың бар болғаны 3 жыл, 4 жыл ғана өмірі. То есть, мысалы, сол жастағы бала болатын болса. Енді сол аралықта олар әрекет технологиясын меңгерген жоқ. Сол біз ата-аналардың негізгі мақсаты осы жерде жазалау емес, әрекет технологиясын көрсету. Бұлай жасауға болмайды, бірақ бұлай жасауға болады. Одан кейін жазалауға қатысты тағы да айтпай кетуге болмайтын нәрсе. Мысалы, біз баланы жазалаймыз. Мысалы, қолыма бір нәрсе алып көрсететін болсам, например, мысалы, бала дұрыс емес әрекет көрсетті. Баланы біз жазалаймыз. Бала ол әрекетті жасамайды, мына бұрышында. Балада мына әрекетті ұмыта бастайды, жазалағанын ұмыта бастайды. Сөйтеді қайтадан сол дұрыс емес әрекетке көшеді, сөйтеді қайтадан жазалау болады. То есть бір шеңбердің бойында жабық бір тұйық цикл қалыптасады. Одан бала тәрбиеленбейді де, одан бала дұрыс әрекетті үйренбейді де, және плюс к этому екеуің ата-ана мен баланың арасында қарым-қатынас құрайды. В худшем случае, өте нашар жағдайда баланың психикасына каждый жазалану ол өте ауыр келеді. Жақсы, рахмет. Енді мынандай сұрақ туындап тұр. Ата-ананың бала алдында қандай да бір абыройы болады. Ал осы абырой қай кезеңде, қандай жағдайда ата-ананың абыройы бала алдында түседі, қандай жағдайда көтеріледі, жалпы бұған жас ерекшелігінің қатысы бар ма? Абырой деп отырғаныңыз авторитет. Жақсы, сұрағыңызды түсіндім. Ата-ананың алдында авторитет деген ұғым бар, иә. Ата-ананың бала алдындағы авторитет деген ұғымы бар, иә. Қазақта бізде әрқашан әке ол авторитет. Әкенің тұлғасы біз үшін сондай басым. Әкенің көзқарасынан ақ біз көп нәрсені түсінеміз. Окей, проблема жоқ. Бірақ бұл енді бала позициясынан алатын болсақ, бұл қандай түсінік, бұл қандай авторитет? Ол қорқыныш па? Әлде сыйлау ма? Әлде мен главный осы кісіге жағуым керек деген позиция ма? Осы жерде тағы да сұраққа тереңдеуге тура келеді. Қазіргі таңда психологтардың арасында авторитет емес, альфа деген ұғымды көбірек қолданылады. Альфа ата-ана.
альфа ата-ана бұл баланы ешқашан қиын жағдайда қалдырмайтын, жетегінде ұстайтын, өзінен жоғарда шығарып қоймайды, енді қазақта айтқанда жаңағы басына мінгізіп алмайды, және соңына да қалдырып, еленбей қалатындай позицияға қалдырмайды. Вот енді көзіміз келісетін болса, қолымызда мысалы жетектеп жүреміз, қазақтың жақсы сөзі бар, жетектеу. Вот осы жетектеу альфа позицияны ұсынатын, баламалайтын сөз. Альфа атана деген қандай болу керек? Альфа атана бұл бала үшін кез келген жағдайда кез келген сұрақтың жауабы. Бала үшін ең бірінші қорғаныс көзі. Бала үшін жаңағы енді авторитет деп алатын болсақ, бала үшін әлемнің нүктесі деп айтсақ болады. То есть яғни қандай сұрақпен барса да баласы жауап беру керек. Қандай сұрақпен барса да, вот альфа атана ол әрдайым жоғары. Енді тағы бір, енді бұл бала позициясын айтып тұрмыз, ал альфа атананы қалай көреді. Ал енді альфа атана қандай болу керек? Атана ретінде альфа атана қандай болу керек? Бұл баланың бала екендігін үнемі есте сақтайтын атана. Бізде көп жағдайда мынандай нәрсе болып жатады. 3 жасар баланы немесе 5 жасар баланы кәдімгідей атаналар мораль оқып, кәдімгідей не дейміз, бұрышқа тұрғызып алып лекция оқып жатады. Оның бала екендігін ұмытып кетеді. Альфа атана балаға бала болуға рұқсат береді, плюс к этому балаға шекара қоя алады. Вот мысалға, тағы да мысал ретінде алатын болсақ, мынау кеңістіктің барлығында сен қалағаныңша ойна жүр, өмір сүр. Бірақ мына кеңістіктен шықпайсың. Ал жаңағы авторитет атана, сен мына жерде тұру керексің, өйткені мен солай айттым деген позиция. Ал альфа атанада біз екеуміз барлығын келісіп жасаймыз. Мен сенің кеңістігіңді тарылтпаймын, бірақ сенің қауіпсіздігің менің мойнымда деген жауапкершілікпен қарайтын атана. Яғни дұрыс түсінсем, альфа атана баланың жауапкершілігін, еркіндігін өзіне береді, және келісім арқылы жасайды. Ал авторитет деген, яғни балаға өз ойын сіңірту, орындату, ешқандай түсіндірусіз. Жақсы, керемет. Сұхбатымыз өте жақсы болып жатыр. Аяқтауға да қимайды екенсің, бірақ уақыт тапшы. Әдемі сұхбатыңызға рахмет. Көрермендерімізге пайдалы болды деп ойлаймыз. Сұрақтарыңыз да өте әдемі екен, рахмет. Рахмет. Осымен сұхбатымызды аяқтаймыз. Бала тәрбиесінде альфа атана болуларыңызға тілектеспіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.